Сабырбек Олжабай, Келіншектау. Басынан талай ел көшкен қабырғалы Қаратаудың әр қапталы, әр шыңы шежіре. Сонда да Келіншектау деген аттым жақын әрі тосын естіледі. Осы таудың жанынан талай рет әрі де бері де өттік. Сонда өркөш-өркөш тауларға қарап келіншек бейнесін іздейтінмін. Иә, алыстан қараған адамға өз сән-салтанатымен сауық-сайран құрып бара жатқан іркес-тіркеш көш көз алдыңызға келеді. Алдындағысы бос кетіп бара жатқан түйеден аумайды. Одан кейін басында сәукелесі бар қалыңдықтың сұлбасы. Тасқа айналып кеткеннен соң ба оның жүзін толық көру мүмкін емес. Тек оны сәукелесінен ғана ажырата аласыз. Құда жақ айттыра келгенге дейін оның бетіне ешкім жел боп тимеген де шығар-ау. Соған сай еркелігі де өжеттігі де болған анық. Бәлкім қыңыр ма екен. Қалай еді өзі? Бағзы бір замандарда Қаратаудың қойнауы мен жазиралы жазығын емін-еркін жайлаған бір бай болыпты. Сол байдың ерке де сұлу қызы бар екен. Қыз болған соң бой жетеді, ұзатылар күні де келеді. Байдың қызы бір жігітті ұнатып сөз байласыпты. Әкесі де қыз таңдауына қарсы болмайды. Баяғыша айтқанда 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, 90 түйеге жасау жабдығын тиеп, қызды ұзатып салады. Жол ұзақ еді. Ауылдан ұзап шыққан ерке қыз көшті тоқтатыпты. Ондағысы қыз жасауын тағы бір қарап шығу керек болса керек. 90 түйеге артылған қыз жасауында не жоқ десеңізші. Қымбат матадан тігілген көйлектер көздің жауын алады. Олар алтын мен гауһармен әдептелген. Барлық бұйымдары түгел алтындалған болып шығады. Қос жанары жақұттай жарқыраған қалыңдық әкесі берген бұйымдарға сүйсіне ұзақ қарап тұрады. Бір кезде қыздың көзі итаяққа түседі. Әкесі оны да ұмытпаған. Бірақ итаяқты алтынмен аптатып, күміспен күптеткізбепті. Нәйеті итаяқ қой десе керек, ағаштан ойдырыпты да қойыпты. Қалыңдық қыңыр мінезін осы арада танытыпты. Жау шапқандай әкесіне хабар шаптырыпты. Әкемнің мұнысы несі? Саф алтыннан жаңа итаяқ жасатып берсін, көш содан кейін ғана қозғалады, деген сөзін хабаршыға шегелеп тапсырыпты. Кілтетпе қыздың ерке мінезін хабаршы құйтырқылықпен құбылта жеткізеді. Жан дегенде жалғыз қыздың мына қыңыр мінезі әкесінің жүрегіне шаншудай қадалыпты. Жаны күйзеліп тұрса да, әкесі қатал үкім шығарыпты дейді сонда. Ата-ана мейірімін ұғынбаған бұл неткен тас жүрек қыз еді. Осыншама мәпелеп өсіргенде оның бойына қарыз бен парызды еге алмағанымыз ба? Сол көшің тоқтаған жерде тас болып қатып қал, тас болып қатып қал, деп әке байғұс көңірене қарғыс айтыпты. Әке қарғысы оқ дейді қазақ. Сән салтанаты келіскен көш сол бойда тасқа айналып шыға келіпті. Ауылға жіберген хабаршысы алыстан қарауытып көрінген тұсы екен бұл. Соңымыздан алтын итаяқты алып жетер деп, қыз көшті енді қозғалта бастаса керек. Сол күйде көш түгел тасқа айналып кеткен ғой. Келіншектаудың тұсынан өткенде осы аңыз ойға оралады. Алыстан бұлаң-бұлаң етіп кетіп бара жатқан 90 түйелі көшті көргендей боламын. Қайдағы бір итаяққа бола, әкесіне өкпелеген қыздың қыңырлығы еске түседі. Осы шектен тыс еркелігі болмаса, мынадай халге түсер ме еді деп ойлаймын.